Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз 2-ші сынып нөмірі 1-ші сабағымызды бастаймыз. Екі таңбалы сандардың құрылуы, ондықтармен санау. Бүгінгі сабақта сен 2-ші таңбалы сандар қалай құрылатынын үйренесің. Бірінші есеп. Натурал сандар дегеніміз не? Натурал сандар қатары дегеніміз өсу ретімен орналасқан барлық натурал сандар жиыны. Яғни, натурал сандарды біз ағылшынша n әрпімен белгілейміз. Оған 1, 2, 3, тағы сол сияқты сандар кіреді. Келесі тапсырма. Шаршыларды сана. Егер бір шаршыны бір бірлік деп қабылдасақ, онда неше бірлік бар? Енді шаршыларды санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бізде 10 шаршы бар. Сонда неше бірлік бар деп тұр? Оларды біз осы үлгі бойынша жазып шығамыз. Бір бірлігіміз 1-ге тең, 2 бірлігіміз 2-ге тең, 3 бірлік 3-ге тең, 4 бірлігіміз 4-ге тең, 5 бірлігіміз 5-ге тең, 6 бірлігіміз 6-ға тең, 7 бірлігіміз 7-ге тең, 8 бірлік дегеніміз 8-ге тең, 9 бірлігіміз 9-ға тең, 10 бірлігіміз 10-ға тең. Осылай жазып көрсетеміз. Енді келесі тапсырма. Екінші есептің ә нұсқасы. Әр суретте барлығы неше шаршы бар? Біріншісінде бізде мына жерде санап шықсақ 10 шаршы бар. Екіншісінде 1 шаршы бар. Сонда 1 ондық және қосамыз 1 бірлік. Сонда бізде 11-ге тең болады. Осы сурет бойынша жазылған. 1 ондық қосамыз 1 бірлік. 10 дегеніміз 1 ондық, 1 дегеніміз 1 бірлік. Келесі бізде біріншісінде 10 шаршы бар, екіншісінде бізде 1 шаршы, тағы 1 шаршы бар. Екеуін қосатын болсақ 2. Сонда 2 бірлік шығады. Біріншісінде 10 дегеніміз 1 ондыққа тең, 1 қосу 1, 2 дегеніміз 2 бірлікке тең. Яғни жауабы 12-ге тең болады. Енді келесі Б нұсқасында шаршыларды ондықтармен сана. Біріншісінде 1 ондық, өйткені бізде мына жерде 10 шаршы бар, сондықтан 1 ондық. Екеуін бірге алып қарайтын болсақ, 2 ондық. Келесісі 3 ондық, 4 ондық, 5 ондық, 6 ондық. Соларды енді жазып шығамыз. Бірінші 1 ондығымыз, яғни 1 ондық дегеніміз 10-ға тең, 2 ондығымыз 20-ға тең, 3 ондығымыз 30-ға тең, 4 ондығымыз 40-ға тең, 5 ондығымыз 50-ге тең, 6 ондығымыз 60-ға тең. Енді келесі тапсырма. Сандарды ата. Үлгі бойынша 3 ондық және 8 бірлік берілген. Бұл 38-ге тең дейді. Осылай барлығын жазып шығамыз. Сонда біріншісінде 5 ондық 6 бірлік дегеніміз 56-ға тең, 6 ондық 9 бірлік дегеніміз 69-ға тең, 9 ондық 7 бірлік дегеніміз 97-ге тең, 7 ондық 8 бірлігіміз 78-ге тең, 8 ондық 5 бірлігіміз 85-ге тең, 41 бірлігіміз 41-ге тең. Енді есте сақтауымыз қажет. Екі таңбалы сандар ондықтар мен бірліктерден тұрады. Келесі 5-ші есеп. А нұсқасы. 20-дан бастап 40-қа дейін бір-бірден қоса отырып сана дейді. А нұсқасында 20-дан бастап бір-бірден қосып отырғанда 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 саны. Енді келесі ә нұсқасында 30-дан бастап 10-ға дейін бір-бірден азайта отырып сана дейді. Ә нұсқасында 30-дан бастап бір-бірден азайтсақ 30, 29, 28, 27,
26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 саны. Келесі 6-шы тапсырма. Қалып қойған сандарды ата. А нұсқасында 50 бірлік тең 50-ге, 51 бірлік тең 51-ге және тағы сол сияқты. Сонымен қатар 70 бірлік тең 70-ге. Енді қалып қойған сандарды атайық. 50, 51, одан кейінгі сан бізде 52. Демек, 52 бірлігіміз 52-ге тең, 53 бірлігіміз 53-ге тең. Дәл сол сияқты барлығын осылай жазып шығамыз. Келесі ә нұсқасында 10 ондық 100-ге тең деп тұр. 9 ондық 90-ға тең. Тағы сол сияқты деп тұр. Әрі қарай бір ондығымыз 10-ға тең деп тұр. Енді қарайтын болсақ, 10, 9, 8 болып кетіп жатыр. Сондықтан енді жазып шығамыз. 10 ондығымыз тең 100-ге, 9 ондығымыз 90-ға тең, 8 ондығымыз 80-ге, 70 ондығымыз 70-ге, 6 ондығымыз 60-ға, 5 ондығымыз 50-ге, 4 ондығымыз 40-қа тең, 3 ондығымыз 30-ға, 2 ондығымыз 20-ға, 1 ондығымыз 10-ға тең. 7-ші есеп. Жауабы 15-ге тең мысалдарды ғана жаз. Біріншісін қарайтын болсақ, 16 қосу 3. Яғни бізде бұл 19-ға тең. Бұл есеп келмейді. Келесі есеп 19-дан 4-ті азайтсақ, 15-ге тең. Яғни осы есепті жазамыз. 19 азайту 4 есебі. 19-дан 2-ні азайтсақ, 17-ге тең. Бұл есеп те келмейді. Келесісі 12 қосу 2, 14-ге тең. Бұл да келмейді. Келесі 5-ші есепте 13-ті 2-ге қоссақ 15 болады. Осы есепті жазамыз. Осы екі есепте жауабы 15-ке тең болады. Ал енді келесі 8-ші есепті шығарайық. 70-тен 80-ге дейінгі сандарды өсу ретімен жаз. 40-тан 30-ға дейінгі сандарды кему ретімен жаз. Бірінші 70-тен 80-ге дейінгі сандарды жазып шығайық өсу ретімен. Сонда әр қайсысына бір қосылып отырады. Яғни 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 саны. Бұл бізде өсу ретімен. Енді 40-тан 30-ға дейінгі кему ретімен жазып шығайық. 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30. Бұл бізде кему ретімен. Келесі 9-шы есеп. Сандарды ата. 73, 37, 77 және 33 саны. Осы сандарды жазу үшін неше цифр қажет болды? Бізде енді бұл жерде 73, 37, 77 және 33 сандары. Мына жерде 7, 3, 3, 7, 7, 7, 3, 3 сандары бар. Яғни бізге 2 цифр қажет болды. Олар 3 және 7 саны. Келесі, әр санның жазылуында 3 және 7 цифрлары нені білдіреді деп тұр? Яғни жазып шығайық. 73 санында бізде бұл жерде 73 деген жерде 7 дегеніміз 7 ондық, 3 дегеніміз бірлік. Келесі 37 саны. Бұл жерде 3 ондық бар және 7 бірлік бар. 37 саны. Келесі 77 дегеніміз 7 ондық, 7 бірлік дегенді білдіреді. 33 саны, 3 ондық, 3 бірлік бар. Енді біз есе сақтауымыз қажет. Санның әрбір цифры белгілі бір орынға, яғни позицияға ие. Оны разряд деп атайды. Сонымен бүгінгі біздің бірінші сабағымыз бітті.
Сау болыңыздар. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар.